Қазір өтірікшідей болып отырыппын. Бүткіл Өзбекстан бойынша қоюымыз керек деген қарарға келді. Өзіміздің киношылардың бір шаққанлығы жетіспеді. Оны бүгінгі күнде халық қандай қабыл етіп жатырыпты, жастар қалай үйреніп жатырыпты. 100% көркем фильм емес те бұл. Ажиназды молла деді, ақын деді, абыройға ие, мәмлекеттік сыйлықтарға ие. Бірақ соның ішінде көркем фильм жазатындар бармақ бүгін санағандай. Сол Ташкентте гәп болып жатырыпты. Бұл Нызанттан басқа сценарий жоқ па? Неге бәрі Мұратбай Нызанттың сценарий бола береді? Мына жерде жазылған екен деді. Әмударияны 7 мәрте байлаған екен. Демек Аралды құртқан Камал бекен ғой дейді. Менен сонда Ташкентте сұрады, мына тойды түсіруге неше сом пұл жұмсадың деді. Енді кешірім сұраймын, мен сол фильмдерді көрмеген екенмін. Hem teatrda, hem kinoda bir yazılmaydigan keşelik var. Сол жерде düşüngenen pikir aytadi, düşünbegenen pikir aytadi. Осы Tanki filminin premierasında üniversitetin rektori Kuvvançbek Öten yazıp aytты. Mına filmge men aptır bolmayman dedi. Menin atımda aptarsam, Qaraqalpaq kinosu hakkında pikirlerimiz bilen ortaklaşıp atırganımızga ben işte kuvvançlıyman. Ассалаумалейкум. Қарақалпақ кино әлемін рауажландыру үшін бізде әжайып жаңалық, әжайып жой бар. Кино подкаст. Демек, бұл көрсетуіміз арқылы біз Қарақалпақ халқының киносын, тарихын һәм бүгінін кең жәмиетшілікке ен жайдырамыз. Демек, достар, кино подкаст атамасындағы жаңа жойбарымыздың дәслепкі мейманы Қарақалпақстан халық жазушысы, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан республикаларына мейнеті сіңген мәдениет қызметкері. Бәршеміз сүйіп тамашалаған Танка фильмінің авторы Мұратбай Нызанов студиямыз мейманы. Хош келіпсіз. Рахмет. Келін халқымызбенен сәлемдесіп алсаңыз. Ассалаумалейкум, hürmetli televizyon көрушілер. Сізбенен бүгінгі күн дидарласып, Qaraqalpaq kinosu hakkında pikirlerimizle ortaklaşıp atırganımızga ben işte kuvvançlıyman. Marhamat, savollar bolsa men jawap bersin. Әлбетте, достар, білесіз бе, біз бұл күнді көп күттік, себебі бүгінгі күнге шекем өзіңіздің 10-нан астам кинофильмдеріңізді бүгінгі күнге шекем қайта-қайта көріп тамашалаймыз, сүйіп тамашалаймыз десек те болады. Демек, бүгінгі күнде құрметлі пенсиядасыз. Мұратбай Нызанов бүгінгі күнде неменен бәнд? Енді өретушілік адамда пенсия деген өзі болмайды. Себебі мен мәселен баспада істеп жүрген уақытында да, кинода істеп жүрген уақытында да, сол жұмыс уақытында болсын, жұмыстан кейін болсын, барқұлда кино сценарий, ямаса роман, повесть, ямаса көркемдер жазумен шұғылданғанмын. Мен бұл енді бұл тәжірибемдегі тәрк еткен жоқпын. Кино сценарийлерім жазып жатырмын, романдарым, повестьтерім жазып жатырмын. Адамдар айтады ғой, міне істемесем қолым алдыма сыймай кетеді дейді. Егер қандайдыр бірден жазып атпасам, бір пайдалы жұмыспен шұғылданбай жатырсам, өмірде беймәні өткеріп жатырғандай сеземін да. Соның үшін әмме уақытта мен бір кезде жазған едім, 365 күн жазамын деп. Daha şükür, елі сол 365 күн дөретушілікпен шұғылданамын. Шыда, ажайып. Хақиқатында да дөретуші инсан үшін ешбір орын шектеу қоя алмайды. Дөретуші инсан бүгінгі күнде пенсияда болса да 365 күн давамында елеге жекем сол сценарий жазу менен шұғылданады. Хабарымыз бар, Қарақалпақ кино әлемінде және бір ажайып жаңалықты біз естіп атырмыз, яғни Әжинияз публицистикалық фильмін суретке алу алдында. Әлбетте, оның да сценарий авторы өзіңізсіз. Бізге қызық, 2019 жылы Зиуар фильмі суретке алынды, кең жәмиетшілікке ен жайдырылды. Бүгінгі күнде сол Әжинияз фильмі менен Зиуар фильмінің арасындағы өзгешелік қандай? Енді бұл Әжинияз фильмі бойынша мен телевизор көрушілерге бірнеше мәрте шығып, қазір өтірікшідей болып отырыппын. Себебі 2019 жылы Зиуар фильмі шыққаннан кейін бұл фильм сол уақытта республикамыздың ақсақалы Мұса Ерниязовтың өзі көріп, жүре мақұлдап, айрым ескертулер берді, ол бойынша істедік. Енді бұл
халыққа көрсету үшін өзбек кино агенттігі деп айтатұғым біз сол уақытта сонан лицензия алуға барып көрсеткеннен кейін олар лицензия берді һәм бұны бүткіл Өзбекстан бойынша қоюымыз керек деген қарарға келді. Сонымен 2022 жылы бұл сценарий қабыл етілді, бірақ айрым өзгерістер істеп берді. Бүткіл халық тамашалайтұғын, қандай да бір жетістіктер болсын деген біз зиуарды қайттан көшіріп отырған болмайық деді да, сонан кейін мен сол 2022 жылы оны қайта істеп, қайта ұсындым. Ол өзбек кино агенттігі жанындағы көркемдік кеңесінен өтті, һәм 2023 жылға планға кірді. Біз бұл ақырда телевизиядан хабарладық, Дидарнез көрсетуінде шығып айттық, ендігі жылы Ажинияз фильмі суретке алынады деп, кейін 2023 жылы арнаулы көрсету бердік. Ажинияз фильмі суретке алыну алдында деп режиссер Құдырат Атажановпенен бірлікте әттекі орындарды көріп келдік, актерларды, актрисаларды таңладық. Неге тұр? Суретке алынбай қалды 2023 жылы. Мен сонан келе қысынаман айтып болып, бұл неге, бұл Қарақалпақ фильмінің зәбірдестігі жетіспеді ме, ақша берілмей қалды ма? Бұл жерде меніңше өзіміздің киношылардың бір шаққалық жетіспеді. Киноны тезірек суретке алуға асықпады деп ойлаймын. Нәтижеде биылғы жылы Ажинияздың 200 жылдық юбилейіне байланысты қайта суретке алынатын болды. Бірақ бұның бір өкінішті жері уақыт аз қалды. Аз қалғандықтан бұны президент қарарында Ажинияз хақында көркем публицистикалық фильм суретке алынсын деген қарар қабылданып кетті. Енді көркем публицистикалық дегеннен кейін оның ішінде бірқатар сюжеттер көрсетіледі, арасында түсіндірме беріліп кетеді. Ажинияз кім ол? Оның қандай қосқылары бар? Оны бүгінгі күнде халық қандай қабыл етіп жатырды? Жастар қалай үйреніп жатырды? 100% көркем фильм емес те бұл. Соған аз-маз мен қиландым, бірақ 2023 жылы зәбірдестікпен істеп пәнме белсене кіріскенде бұл зиуардан гөрі құндырақ, бір мазмұндырақ жақсы фильм болып шығады. Әлбетте енді бұл публицистикалық болғаннан жақсы, себебі мәселен Ажинияз уақытында Бердақ шайыр болды да, Ажиниязды молла деді, ақын деді. Совет дәуірінде әр халықтан бір шайыр шығу керек дегенменен көбірек Бердақтың саясында қалып кетті. Болмаса бұның шайырлығына ешқандай гәп жоқ. Демек бұл публицистикалық фильм дегенде біз Ажинияздың қадір қымбатын орнына қоямыз деп ойлаймын. Рахмет. Әлбетте, ештен кеш жақсы дегенде алда күтіліп атырған, яғни суретке алыну күтіліп атырған Ажинияз публицистикалық фильмі әлбетте нәтижелі, сәтті түрде шығуына тілектеспіз. Біз білеміз, өзіңіздің кино әлемінде арнаулы қол таңбаңызға иесіз, яғни һәммеміз сүйіп тыңлайтұғын Танка фильмін тек қана Қарақалпақ елі емес, бәлкім сол өзбек тіліне дубляж қылынғаннан кейін бүткіл Өзбекстан Республикасы бүгінгі күнге шейін сүйіп тамашалайды. Оны тек біз бір мәрте көргіміз келмейді, қайта-қайта көріп тамашалаймыз. Рахмет. Әлбетте, әрбір тарауда өзінің бір шәкірт даярлайды. Яғни кино тарауында өзіңіздің шәкіртіңіз бар ма? Енді кино тарауында сценарий бойынша мен шәкірт даярлай алмадым. Себебі мен сценарий жазаман деп келген адамлардың өзі аз болды, жазушылар. Өзі Өзбекстанда қазір 1000-ға жақын жазушы бар. Жазушылар союзының ағзасы. Соның кемінде бір 40-50 Ташкентте тұрады. Атлары белгілі, үлкен-үлкен абыройға ие, мәмлекеттік сыйлықтарға ие. Бірақ соның ішінде көркем фильм жазатұғылары бармақ бүгіп санағандай. Себебі кино сценарий жазудың өзінше қиыншылығы бар, өзінше сыры бар. Бұны һәммеде тәуекел ете бермейді. Бір-екі сценарий жазып көріп қойылмағаннан кейін тастап кетеді. Соның нәтижесінде Өзбекстанда да жүзі кино сценарийлер аз. Енді маған осы кешегі күнге дейінгі біздің Қарақалпақ фильмінің киношылары айтты.
Сол Ташкентте гәп болып жатырды. Бұл Нызанттан басқа сценарий жоқ па? Неге бәрі Мұратбай Нызанттың сценарий бола береді деп та. Әлбетте сценарий жазу керек. Қазір күнде бұлар айтып жатырды, біздер сценарий жазып жатырмыз, ұсынып жатырмыз, бірақ өтпей жатыр дейді. Енді неге өтпей жатыр? Ұсынып өтпей жатырған жағын анықтау керек. Бұнан бір ондаған жыл бұрын Закауат телеойынында бір Қанекелі атақлы кинорежиссердің жақсы фильмді қалай шығаруға болады деген сауалына өзінің айтқан 3 пікірін ұсынды. Біріншіден, жақсы фильм шығару үшін жақсы сценарий керек деді. Екінші шарт, және де жақсы сценарий керек деді. Енді үшінші шарт қандай деді. Сол уақытта екі команда айтып жатырды. Біреу айтып жатырды, пұл керек, жақсы пұл керек, көп пұл керек дейді. Біреу айтып жатырды, техника керек дейді. Және бір айтып жатырды, талантлы актерлар керек деп. Құласы таба алмады. Сонан кейін басылаушы айтты, үшінші шартым жақсы сценарий керек деді. Міне ақиқатында жақсы сценарий болса, ол әлбетте өтеді. Қазіргі уақытта Ташкенттегі өзбек кинодағы көркемдік кеңесі онлайн тәрізді өтіреді. Кеңседе отырып, өзің алдыңда сол жиналысқа қатынасып отырасың. Демек, сіздің сценарийіңіз өтпей жатыр па? Ол жерде оқыған 4-5 жазушы, журналистер болады. Айтады, мынадай кемшілігі бар деп. Демек, бұл кемшілікті ақиқат болса, қайта іздеп, қайтадан ұсыну керек. Егер олар түсінбей айтып жатырған болса, мүмкін Қарақалпақ халқының менталитетін білмей айтып жатырған болса, онда онлайн сіз мәжіліске кіріп, өзіңіздің пікіріңізді айтуыңыз керек. Соған қалай болмасын, сценарийді өткеруге ерісу керек. Мен бір уақиға айтайын. 2019 жылы болу керек, еліміздің үлкен ақсақалы Қалибек Камалов хақында сюжетлі фильм болды. Істедік. Сценарийді бірінші бергенімізде Өзбек кино агенттігінің көркемдік кеңесінен қайтты. Қайтадан ұсындық, һәм екінші ұсынылғанда мен өзім көркемдік кеңеске барып қатынастым. Сол жерде кеңес ағзаларының бірі айтты, сценарийді оқып отырып, мына жерде жазылған екен деді. Әмударияны 7 мәрте байлаған екен. Демек, аралды құртқан Камалов екен ғой деді. Мен шыдай алмадым, сіз ондай деп айтпаң дедім. Сіз Камаловтың дәуірін білмейсіз. Камаловтың дәуірінде бар болсаңыз, сіз Қарақалпақстанда жасамағансыз. Камаловтың қандай адам екенін білмейсіз. Әмударияны қалайша байлайды, егер ол нәупір болып толып ағып тұрғанда қолға байлатпайды ол. Әмударияны толық жіберіп қойғанда да оның суы жыл давамында Мойнақ әтрапындағы көлдерден артпайды еді. Үлкен теңізге барып түспейді еді. Бірақ пақтаны, салыны суғарып алу үшін март, апрель айларында Қалибек Камалов һәммен жабыла жұмсап, 2 ай давамында Әмударияны байлап, дарияның оң жағындағы, шеп жағындағы арайлардың жерлерін суғарып пақта егеді. Енді мен бұл адамның сіз білмесеңіз, мен кім екендігін бір салыстырып айтайын деп. Бір уақытлары Англияның премьер-министрі Черчилль айтқан екен. Сталин СССРді күндеменен қабыл етіп, атом бомбасымен тастап кетті. Қалибек Камалов Қарақалпақстанды Натый тракторымен қабыл етіп, паровозбен тапсырып кетті. Міне екеуін салыстырып көрдім. Сонан кейін фильм сценарий өтті, оған келесі сол жыл сентябрьден бастап 2 бөлімдік сюжетлі фильм қылып, Ташкенттен арнаулы режиссер жіберіп, абырайлы фильм болды. Оның премьерасы Бердақ атында үлкен театрда өтті. Мен айтамын да, көркемдік кеңесінде өзінің сценарийді түсінбей жатырған болса, түсіндіру керек. Мен сыртта жүріп өкпелей беруге болмайды. Қарақалпақ фильмге жаңа басшы келіп жатырды ғой. Мен оған ана бірде өзіне де айттым, сіздің уәзифаңыз директор болып отыру емес. Қарақалпақ фильмнің директоры бұл әмел деген емес. Ол шөлкемдестіруші. Сіз ең кем дегенде 10 бюджетлі фильм жылына бір көркем фильм алың, Қарақалпақ фильм жүз рауажданып кетеді. Себебі қазіргі уақытта фильмге төленетін қаражат жүз жоғары. Біздің істеген уақытымызда мен 130 миллионға 2 фильм істедім, 130 миллионға.
Азыр бір сериалы, бір фильмге 5 миллиардқа дейін пұл беріледі. Үлкен ақша бұл. Дұрыс. Енді және бір не бар, егер Ташкенттен өткере алмай жатырған болсаңыз сценарийді, бірақ өзіңе сенсең, жергілікті үкіметтен сұрау керек, жәрдем сұрау керек. Міне әзір Өзбекстан кинолары 5 миллиардқа шығып жатқан болса, сіз 1 миллиардқа шығардың. Көп қаражат жұмсаудың керек жоқ, себебі бізде халық Қарақалпақтың киносы шықса болды деген патриотлық менен, энтузиазм менен бар жәрдемін береді. Дұрыс айтасыз. Біз Маргия фильмін істегенде Шымбайдың Кегейдің адамдары 500 адамға дейін массовка жинап берді. Курорт фильмінде бір бизнесмен өзінің қызының шашу тойын берді, суретке алуға. Менен сонда Ташкентте сұрады, мына тойды түсіруге неше сом пұл жұмсадың деді. Мен еш пұл жұмсағаным жоқ, қайта киноға қатынасқан актерлар сол жерде ауқатланып қайтты дедім. Айран қалып жатырды. Соның үшін біздің өзіміздің халқымызға арқа сүйеп, аз кем қаражатпен шығаруға болады. Бір мысал мінекей Қайсар деген фильм, 2 сериал фильм істедік. Бұл бір фермер хақында. Осы фермерге 80 миллионды Қарақалпақстан өзі тауып берді. Осы уақытлары Өзбек фильм киностудиясында бір фильм 450 миллионға шығатын еді. Демек, о пұлға мен 5 фильм шығарған болар еді. Демек, тақанның түрлі бұлғауы бар деген. Дұрыс. Оға да орынлы пікірлер болды. Әрбір инсанды бұл ойлар, бұл пікірлер әлбетте ойландырады. Демек, кино рауажлану үшін сценарий хәмде және бір мәрте сценарий күшлі хәмде өткір қалем менен жазылған болуы керек. Демек, бүгінгі күнде сол әуеске жастар тарапынан де Қарақалпақ киносы рауажланып, көптеген кинофильмдер түсіріліп жатыр. Сіздің бүгінгі күндегі кинофильмдерге көзқарасыңыз қалай? Мысалы етіп айтқанда, цивилизация, анасы сүймеген кемпір, оң болсын, күйдіргі және басқа да кинолар қазір көбеймекте. Оларға сіздің пікіріңіз, көзқарасыңыз қандай? Енді кешірім сұраймын, мен сол фильмдерді көрмеген екенмін. Себебі онша телевизор көруге уақытымды қимаймын. Себебі жазусыз кеште болады, соған отырамын. Енді біздің киностудияда премьерасы болып, оған мұрат етілгенде мен көрген болар едім. Жағы енесі сүймеген кемпір деген комедияны көрдім, бірақ жеңіл комедия болады. Құдырат Атажановтың істеген фильмі. Осындай сценарийсе шықса, неде телевидениеде Айжамал деген 20 серия ма, 25 сериалы ма сериал болды. Бұл сериалдарым жақсы Ләззет Исемұратованың авторлығында. Ондан алдын ең бірінші Полат Айтмұраттың «Бір достың болсын» фильмі. Енді өзінің дәрежесінде сериалдар. Бірақ сериалдарды көбейту керек. Кейіннен мен және бір нәрсе айтып жатқан, міне түрік сериалдарын көресіз. Түрік сериалдарын көрсеңіз, серия тамам болғаннан кейін, кино тамам болғаннан кейін спонсорларды, қайырқонларды жазады. Кемінде бір 30-40 фирма соған қаржы жұмсаған. Бізде жоқ па сондай? Миллиардтан айландырып жүрген бизнесмендер жоқ па? Мәселен, солардан киноға бір 10 миллион сұрасаң, бергісі келмейді. Себебі кино не? Кино ішіп жейтін ауқат емес, кино киім емес, кино ішіне кіріп отыратын имарат емес. Бірақ бұның ақниеті басқа. Бұл Қарақалпақ халқының атын танытады. Мен бір Аманияз Жүзімбетовтың «Ісмі теберік ақсақал» деген мақаласында оқыған едім. Россиядан келген бір қосшыға, қазір атын ұмытып тұрмын, Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист атағы беріледі. Сонда отырған біздің интеллигенциямыз, мәдениет қызметкерлерінің біразы қарсы болады. Ақсақал дейді, бұндай атақты бір келіп кеткенге жібере бергенше, өзіміздің адамдарға бергенде қандай болады дейді. Сонда Қалибек Кемалов айтады, бұл қосшыға
Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист деген атақты керегі жоқ дейді. Атақ бізге керек дейді. Себебі ол қай жерде ертең қайсы республикада, қайсы қалада концерт қойса, өзінің атының ізіне СССР халық артисткасы, ямаса РСФСР халық артисткасы, һәм Қарақалпақстан халық артисткасы деп жазып қояды дейді. Себеппен Қарақалпақстан ат шығады дейді. Біз кино бізге азық болмағанмен бұл рухи азық болады. Және қазіргі уақытта ютубқа қойылады, интернетке қойылады. Кино бүткіл дүнияға тарайды. Қарақалпақ деген халықтың бар екендігі, Қарақалпақстан деген республиканың бар екендігі, оның кино искусствосының қандай дәрежеде екендігі дүнияға жайылады. Бұны әңгімеге түсіну керек, һәм түсіндіруіміз керек. Хақиқатында да әрбір инсанды ойландырады. Бұны ойлаудың өзі де, сол сіз айттыңыз, жаңа бір келген адамға атақ беру керек пе? Қазір мен де соны ойлап қалған едім, бірақ сіздің пікіріңізден кейін хақиқатында да ол сол сырт мемлекеттерге, сол концерт бағдарламаларында Қарақалпақстан Республикасы қызмет көрсеткен артист атақлар әлбетте әрбір инсанның құлағына сіңеді, яғни Қарақалпақ аты. Енді бір нәрсе бар. Һәм театрда, һәм кинода бір жазылмайтын кешелік бар. Бұл қандай? Автор мен біріншімен киноның иесімен дейді. Режиссер кинода мен иесімен дейді. Осы екеуі бірін-бірі мойындамайды. Әмме уақытта болатын нәрсе да. Бірақ соны мойындауымыз керек. Автор имаратты құрушы, режиссер оны безеуші. Имараттың өзі болмаса нені безейсің? Дұрыс. Соның үшін мен бәрібір режиссердің минетін екінші планға қоймаймын. Екеуі бірлікте істеу керек, мойындату керек, автордың айтacak ойын түсіну керек. Көбінесе авторлар режиссерді жеңе алмайды да қайыл болады. Өйтпесе шықпай қалады. Себебі хақиқи киноның тағдыры режиссердің қолында тұрады. Соның үшін бұлар екеуі бір адам болып кино шығару керек. Қанекей әмме режиссер Гайдайдай болып авторды жетілістіріп жіберсе, мен ойлаймын Гайдайдың өзі һәм автор, һәм режиссер, һәм оператор бір құда берген бір талант иесі. Біз өзімізден егер Қарақалпақ фильм әзілден кино түсірумен шұғылданғанда қанша сценаристер өсіп шығарады. Себебі Қарақалпақ фильм 1970 жылы аты Қарақалпақ фильм емес, өз кинохрониканың Қарақалпақстан филиалы болып ашылған. Бұл үжетлі фильмдермен шұғылданған. Сондықтан ол көркем фильмді түсіру хақында қиялам етпеген ешкім. Егер сол жылдардан бастап көркем фильмге әрекет еткенде, мәселен Кеңесбай Рахмановтардан жақсы кино сценарист шығарды. Бұл өзінің бүткіл өмірін театрға берді. Театрға азық берді. Өмірінше театрдың репертуарын толтырып барды. Ол кино сценарийін жазатын үлкен талант иесі еді. Бағана айтқандай, неге басқа сценаристер шықпай жатыр дегенде, көбірек драматургиямен шұғылданған, көбірек радио интермедиа, телеминиатюралар жазған жазушылардың бейімлігі қалыптасып барады. Олар драматург болады келешекте, олар кино сценарист болады, лекін тек қана қосықпенен, ямаса тек қана прозамен шұғылған жазушы шайырлардың кино сценарийға түсіп кетуі қиын болады. Дұрыс айтасыз. Драматургия әлемі хақында өзіңіз де сөз қозғадыңыз. Қай жерге барсақ та бүгінгі күнде ұлыма Қарақалпақстан емес, бүткіл Өзбекстанда драматургия ақса батыр деген гәпті естеміз. Драматургияны рауажландыру үшін инсанлар не қылу керек? Һәм бүгінгі күнде сол көптеген жастар, студент жастар, драматургияда тәлім тәрбие алып отырған жастар бар. Соларға қандай пікір айтқан болар едіңіз ұстаз есабында? Енді жаңа айтқандай драматургияның қиын жері, мен жазушыман мәселен. Мен өзім бір роман я повесть жазсам, өзімнен бітеді бұл жұмыс. Бір өзімнен. Ешкімге қарыз емеспен, ешкімге жалтақ емеспен. Енді драматургияны пьеса жазсаң, театрға барасаң, орталыққа салады. Сол жерде түсінгеннен пікір айтады, түсінбегеннен пікір айтады. Нәтижеде бағана айтқанымдай режиссер менен автор магниттердің бір-біріне қарама-қарсы түгіскендей болады да. Соның ішінде
жазушылардың драматургияға болған ықыласы онша жақсы емес, ықыласы емес. Енді бұл неліктен, бұны қалай жасау болады? Бұның үшін театрдың режиссерлары тарту керек. Мәселен, Кеңесбай Рахмановтың бірінші драматург болып қалыптасуында Ыбырайым ағаның рөлі күшті болған. Ыбырайым аға таза театр салынғаннан кейін әмме жас жазушыларды жинап алып, театрда ойласып өткеріп айтқан, қанекей әрқайсың бір пьесадан жазып берің, бұл театрға азық керек, пьеса керек бұл. Енді ымырат даяр, енді не қоямыз бұған? Дегеннен кейін сонан өсіп шыққан Кеңесбай Рахманов болды. Әммес шықпады. Бұл ұсылды бәлкім қайталау керек. Әзір қанша жастар бар? Әзіргі жастар көбірек мына телефонда қосық жазсам телефонға таслайды, көрік жазсам телефонға таслайды, оны өзінің таныс жора жолдастары зор деп мақтайды, соған қанағаттанып жүрді. Себебі әзір газет журналдар аз шығады, аз тиражда шығады, әр уақытта шығады, оларды басып үлгермейді, қаяққа берерін білмейді. Өзінің жазған қаяққа берерін білмейді. Оған бір мінбер жоқ, оған майдан жоқ айтқанды. Соның үшін қайсы театр, біздің 3 театр бар. Үлкен Бердағатта академиялық театр бар, жас тамашашылар театр бар, Қуыршақ театр бар, біраз халық театрлары бар. Бір уақытлар халық театрлары үшін мәдениет министрлігінде конкурс жариялап, әр жылы бір актілі пьесалар алатын еді. Сол бойынша әттегі халық театрларымыз мәдениет бөлімдері де өздері пьеса қойып жүрді. Кейінде Арайылдардың өзінен шықты драматургтер. Осы нәрсені жолға қою керек. Драматургияның рауқаждануына ең қызығатұғын, ең жауапкер театрдың басшылары, режиссерлары. Әлбетте бізді тамашалап отырған сол тарау қанегелері болса, әлбетте сіздің пікіріңізді қолдап қуатлайды. Демек, бүгінгі кино подкаст көрсетуіміздің ең басты сұрауларының бірі, біз білеміз танка фильмі бәршемізге бірдей таныс. Келін ұсының дүрелу тарихы хақында қысқаша тоқтап өтсек, фильмнің аты неге тек арынан танка болды? Енді біздің жаргон бар тілімізде. Университетте, институтта баға ала алмаса танкі бар, танкі керек дейді. Танкі бұл қатереше. Осы танкі фильмінің премьерасында университеттің ректоры Қуанышбек Өтениязов айтты, мен ешқандай бұған қарсы емеспін деді. Бұл танкі сөзі, танкінің мәнісі деді, әтті Францияда да бар деді. Себебі адам бар жерде қатере қалмайды деді. Енді бұл фильмнің жаралу тарихы бойынша бұрыннан көп мәртебе айтқанмын. Танкі фильмі жазылғаннан кейін бір 15 күн ішінде сценарий іркенсіз өтті көркемдік кеңесінен. Бірақ суретке алу басланбады. 2 айдан кейін Ташкенттен группа келді, сценарийді маған берді, көрдіп. Қарасам, менің сөзім жоқ сценарийда. Бұл не? Сіз кино жазып көрмегенсіз деді. Ырқсыбай Мұхамеджановқа жаздырдық деді. Зор кино болады деді. Түнімен оқыдым, азанда республика ақсақалының алдына баруымыз керек, жәрдем сұрауымыз керек, машина сұраймыз, басқа сұраймыз деді. Азанда барып, қабылдаухананың алдында тұрып айттым, мына фильмге мен автор болмаймын дедім. Менің атымды алып тастаң, танкі деген теманы алып тастаң, қалеген үшін қоя берің дедім. Олар шошып кетті, оны егенде. Бұл фильм емес дедім. Шамрат ағаға мотоцикл айдатып қойыпсыз. О, абырай қылып өлтіре жазыпсыз. 70-тен өткен қаржы мотоцикл айдатып, мен айдай алмаймын мотоцикл деді. Және мәліс, және бір жерінде айтып қойыпты, военный частьтан танк аламыз, сөйтіп университетке ысты болын қаратып қойып атамыз дейді. Бұл қандай саясат? Өзі зорға құрылған университетті танкімен ататын болсаңыз, мен бұған шешім бермеймін, мен автор бола алмаймын дедім. Сонан кейін яқшы өзі 2 күннен кейін Ташкенттен Мұрат Мұхаммед Досетов асыл шақырды. Сөйтіп, әммесін айтты. Біреуіңіз бұл фильмге араласпаң деді. Мен Қарақалпаққа сауға қылғанмын деді.
100% Қарақалпақ актерлары ойнайды, Қарақалпақ тілінде болады, Қарақалпақ автор, Қарақалпақ режиссер болады. Соның менен бәндбасар болып, кино қайтадан oldu. 29 күнде суретке болынды, сентябрьдің ішінде. Қалекең көркем фильм ең тез алынып дегенде 3 ай суретке алынады. 28 күнде. Оның себебі бұндағы актерлардың таңдап алынғандығы, актерлардың әңгімесін өзім таңладым, бірақ бас қаһарман Қуатбай Әбдірайымовты мен айтқан жоқ едім. Менің ойымда бар еді, бір қайығынан келген жас жігіт болса, десем, ташкентлер Қуатбай Әбдірайымов Ташкентте кино актер сипатында жақсы танылған екен де, осы адам бас қаһарман болады деді. Жақсы болды. Сонымен Қуатбайға сақалы ақ еді. Аға сақалыңды аласам ба, сақалымды алсам киноға түспеймін деді. Боя десең бояйын деді. Онда боясаңыз бояң деді. Сөйтіп бояумен түсті. Енді съемканың әмме уақытында өзім басында болдым, қатынастым. Дубляж деп айтады, ауаз беру. Себебі киноны түсірген уақытта дауысы жазыла береді, бірақ өтіп бара машинаның дауысы жазылады, сол жерде шауқым болса олам жазылады. Ал енді ауаз жазу студиясында әмме нәрсені өшіріп қойып, ауазға түседі. Осы ауазға түсуде 17 күн болды Ташкентте. 17 күн уақытында барлық тексті сөзбе-сөз мен санап алдым. Тілі келмей қалған уақытта қала берсін дегендер болды. Я қамайды, мен әрбір сөзімді далада қалдырмаймын. Сол киноның басы қасында болдым. Нәтиже жаман болмадым. Нәзір 20 жылдан бері Өзбекстанның әмме каналдарында көрсетіліп тұрды. Өзбек тілінде. Дубляжым жаман болмады менің өзбекшеге. Аудармасы. Қысқаша тарихы, оны бұрын кейін тұрды көп айтқанмын. Демек, 28 күнде суретке алынып болған Танка фильмі бүгінгі күнде бәршеміздің сүйіп тамашалайтын фильмімізге айланды десе қателеспеген боламыз. Келін кадр артында қызықлар хақында да тоқтап өтсек, себебі кино түсірілу барысында көптеген қызықлы уақиялар болады деп біз көп естеміз. Енді өзіміздің күшімізбен шығарылған бірінші ұры фильм болды. Ұры фильмін ұсындым. Көркемдік кеңесінде Ташкентте не үшін ұры дейді? Ұрының аты Қарақшы еді алды ұрын. Не үшін Қарақшы деді? Қарақшы деген берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан тартып алатын адам. Басқыншы бұл деді. Бұл ұры, мұны қадімгі ұры ғой бұл деді. Соның хаққанда бұл дұрыс пікір еді, мен мойындадым. Сонымен біз енді ұрыны киноға түсіретін болдық. Дәстүр күнде енді дауыс шығып жатқан, пешсадағы дауыс шығып жатқан естеді ғой. Оны ана қаял азмаз мәс болып ұйықтап қалып, тазадан келген үйде дауыс шығып жатырды. Ербай өліп қапты, үйдің ішімен қырылып қапты. Сол тауықтың көшін жеген, сөйтіп қырылып қапты деп даурығып келеді. Сонdan қоңсығылар жинап дауыс шығарып келеді. Енді дауыс шығаруды қай жерде істейміз? Біреуге барып, сен үйіңе дауыс шығарып алайық десе, кім рұқсат береді? Мүмкін емес қой. Дұрыс. Сондан біз іздеп кеттік. Бұл жақта Бестөбеге дейін бардық. Арқада Тақтакөпірге дейін бардық. Тақтакөпірде Бөлісжаудың етегінде бір совхоздың орайы босап қалған екен. Бетон жайлар, асфальтланған көшелері менен. Бірақ қайсы жайға барсаң әйнегі жоқ, соралары әйнектен шығып тұрды. Өйт болмады. Ақыры айланып келіп, киностудияның ішінде, шарбағының ішінде гараж бар еді. Гараждың дәрвазасын жаудық. Үлкен жағы неменен қағаз аргалитпен жаудық та, әқледік. Дивал болды. Мына қаптардан ауыз аштық. Ауыз ашып, кішкентай коридор соғып, коридорды полладық. Поллап, енді Ербайдың үйі бала-шағалар іште отырған болады. Іште болмаса ямы ояғында. Сөйтіп сөйге дауыс шығарып келеді, кеш болғанда сөйдік енді. Күндіз адамдар қорқытар деп. Қасымыздағы көшеде адамдар жоғып шықты. Не болып қалды, кім өлді? Енді кейінен екі хаялдың ұрсатығын жері бар. Жағалешкі қаяқта деп келеді жойдып. Жағалешкі қайта. Сен ұрысаң, үйінің ішімен ұры, біздің ешкіні ұрлағансаң деп. Біреу Сапаргүл Дәулетова,
біреуі кім Азиза Пиязова екеуі аялдардың ұрысы бір-бірінің шашын асылсады. Шашын жұлып атақты, қарауыл жүгіріп келіп жүріпті. Ана таныс айырып жіберің, таныспы айырып жіберің деді. Енді және бір қызық жері, енді түйенің иесі сиырын алады бұның. Жаңағы түйе өліп қалғаннан кейін баспақыл сиырын жетелеп кетеді ғой. Бұл жетелеп кетеді ғой, ырза айбатып. Аттың үстіне баспақыл сиырды қолыңа ұстадысы, ойбай мен деді, сиырды ұстай алмаймын мен деді, атты жолға отырамын деп. Сөйтіп аттың бас жібінен ерге байладық. Өзі ерге екі қолда басып отыр. Енді сиырды қалай жетелейсің? Онда сиырды деді, ердің артына байлайық деді. Ердің артына байлап, шу деп жібердік. Жаңа екі-үш адым атып еді, баспақ қашып кетті ана жаққа. Баспақ қашқаннан кейін сиыр тартып кетті арқанды. Ырзаны ер перімен аспатқа тартып ұрды. Жерді жатырыпты ырза. Содан бір хаттеге дейін оқыл алды оны. Осындай уақиғалар болды. Әлбетте, кино бұл тек қана таяр өнімі халыққа көрсетіледі. Оның артындағы минетлер, қызықлы уақиғалар тек қана актер, актриса hamda операторларға аян десек болады. Достар, кино подкаст көрсетуіміздің тек арғы мақсаты Қарақалпақ кино әлемінің тарихын, бүгінін келешек әулетқа Мұратбай Нызанов hamda басқа да алдағы күтіліп отырған меймандарымыз арқылы жеткергіміз келеді. Себебі бүгінгі күнде сол Қарақалпақ киносын елде рауажландыру жолында көптеген жұмыстар алып барылмақта. Демек, Қарақалпақ фильм кино студиясы тарапынан кино подкаст жаңа жойбарының бірінші мейманы Қарақалпақстан халық жазушысы, Өзбекстан hamda Қарақалпақстанға мейнеті сіңген мәдениет қызметкері Мұратбай Нызанов бүгінгі біздің дәслепкі мейманымыз болды. Әлбетте, өз кезегінде сізге шексіз миннетташылығымызды білдіреміз. Бүгінгі күнде құрметлі пенсияда болуына қарамай, біздің көрсетуімізге, яғни дәслепкі мейман болғаныңызға шексіз миннеттармыз. Келің осы орында халқымызға hamda осы кино тарауының қазанында қайнап жүрген дөретуші салаларға өзіңіздің жақсы тілегіңізді білдірсеңіз. Рахмет. Енді әлбетте Қарақалпақ киносымен азғана уақыт пауза болды. Бұл паузаны енді жоғалтамыз, киноны рауажландырамыз деп ойлаймын. Биылғы жылы әлбетте бұл уәде болып қалмайды. Әжиназ фильмін әлбетте октябрьдің аяғы, ноябрьдің бастарында юбилей хүрметіне экранға шығады, кейін телевидениеге көрсетіледі. Сонымен бірге мен және бір нәрсе уәде етуім керек. Өзбек һәм Қарақалпақ халқының достығы хақында бірқатар ұсыныстармен мен көпірі деген бір сценарий жаздым. Қазір Өзбекстандық қанекелер тарапынан оқылып жатырыпты. Бәлкім келешекте, келесі жылы şu көпір фильмі де шығып қалуы мүмкін. Және егер де өзіміздің Қарақалпақстаннан қайырқомлар шықса, жергілікті үкіметтен қаражаттар бөлініп шықса, бұнан басқа да бізде мәселен Қатқұда деген бар. Қарақалпақта Қатқұда деген бар. Сол Қатқұданың рөлін көрсететін бір фильм жоқ әзірге. Міне Өзбекстандағы 3-ші фильмі бар, Анжират қала. Міне хақиқат Анжират қала Қарақалпақтың Қатқұдасының несі өзі. Осындай фильм шығаруымыз керек. Біз әлбетте қолымыздан келгенше, өзімнің шамам келгенше сценарий жазып беруге уәде беремін. Демек, Қатқұда фильмінде Құда қалесе алдағы уақытта Қарақалпақ еліне сауға ретінде ұсынылады. Демек, достар, қадірлі кино ықыласпеншілері, Қарақалпақ фильм кино студиясы тарапынан жаңа жойбар кино подкаст көрсетуіміздің бірінші мейманы Қарақалпақстан халық жазушысы, Өзбекстан hamda Қарақалпақстанға мейнеті сіңген мәдениет қызметкері Мұратбай аға Нызанов болды. Әлбетте, сізбенен біргелікте біз болып кино әлемін рауажландыруда, сіз де өзіңіздің үлесіңізді hamda біздің көрсетуімізді қолдап қуатлауға шақырамыз. Осы орында болса көрсетуімізді түсіруге жақыннан жәрдем берген халқымыздың қуанышлы күндерінде қызмет етіп жатырған һәм әлбетте олардың қуанышлы күндерін тарих бетлеріне мөрлеп жатырған Мабажанов студиясына өзіміздің шексіз миннетташылығымызды білдіреміз. Сіздерменен бірге болған бастаушыңыз мен Захида Шәрбаева және де кино подкаст көрсетуі.